Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен YouTubeға видео салмағалы біраз болды. Өйткені біздің соғып жатқан үйімізде кішкене өзгеріс, ол терезе. Біз терезе салдық. Жігітіміз екеуміз осы терезе салғанға мәз болып қуанып жүрміз. Одан кейін біз үйдің ішін істейміз ба дегенбіз, оған заборын істеуге тура келді. Өйткені су, газ, септик осы забор арқылы өтетін болғандықтан бірінші заборды істейміз деп шештік. Жігітім мен інісі екеуі бірге өздері тоқып, өздері тұрғызып, өздері жасап жатыр. Мұна бізде ең басты көмекші жігіт. Қара түнге дейін бетон, цемент алдық. Мына уже келесі күні цемент уже қатып қалыпты. Үйді каждый кірпішіне қуанып, каждый цементіне қуанып жатырмыз ғой. Одан кейін бүкіл опалкілерін бұзып, осыны түзу фундамент шықты. Енді Құдай қаласа осының бойымен септик және де газды кіргізетін боламыз. Енді ол алдағы уақытта бола жатады. Ал мен жай видео түсіруге келген жоқпын, үйді жинауға келгем. Мына видео до, ал мына после. Барлық тазарғаны біліп тұрма. Мұндағып жинап қойдық, өздері жинап алады. Сол, мына мен терезе. Терезе салған соң кішкене үйге ұқсап қалды. Одан кейін төбесіне жолдасым тағы цемент, бетон сияқты заттар құйды, оны жолдасым өзі біледі. Мен айтып жатырмын, қашан кафель таңдаймыз, қашан есік таңдаймыз, қашан деп жатырмын. Енді жолдасымыз екеуміздің армандаған, 10 жыл армандаған үлкен кең үй, жарық берекелі үй болса болғаны.